Арнамызға қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз тағы да мәрте. Бүгін жалпы ойыншықтардың шығу тарихы, оны қалай таңдау керек және де қандай нәрселерге мән беру керектігі туралы айтып жатырмыз. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде жаңа таң бағдарламасы және де біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Біз бүгін осы бір сағат бойы ойыншықтар туралы айтып жатырмыз және де бүгін біздің студиямызға қонақтар келіп жайғасты. Ендеше таныстырып өтейін. Байғанова Ләйла Бегімжанқызы және де Байғанов Ерлан Серікжанұлы қол өнер шеберлері. Сәлеметсіздер ме, студиямызға қош келдіңіздер. Енді ең бірінші, бүгін бізде міне студияда бірнеше түрлі ойыншықтар алып келдіңіздер. Осы ойыншықтар туралы бізге бірер ақпарат беріп өтсеңіздер. Сәлеметсіздер. Осы студияға келген себебім, біз қол өнермен айналысып жүрміз бірнеше жыл. Ұлттық нақышта кәдесыйларды дайындаймыз. Осы тақырыпқа байланысты біздің қалада 5, 6, 7 наурызда көрме өткізілейін деп жатыр. Көрмеге шақырамыз ақтөбеліктерді. Осы көрмеде бұрынғы ойыншықтардың көрмесі болады. Совет одағы кезіндегі ойыншықтар, сосын 21 ғасырдың басындағы ойыншықтар, түрлі жан-жақтан түкпір-түкпірден келген ойыншықтарды көрсетеміз. Сонымен қатар қолөнер шеберлері өзінің өнерін көрсетеді. Құрметті көрермендер, айта өтейін, өнер музейінде 5, 6, 7 наурыз күндері жәрмеңке және де көрме өтеді. Бұл жәрмеңкеде сіздер қол өнер бұйымдарын ала аласыздар, ал көрме, яғни ескі ойыншықтардың көрмесі болып табылады. Және де осындай міне бүгін студияға әкелінген осындай ескі ойыншықтарды көре аласыздар. Жалпы түсіндіре өтейін, міне ұлттық нақыштағы ойыншықтар бұл Ләйлә ханым мен Ерлан мырзаның қолынан шыққан бұйымдары. Ал міне 3 ойыншық бұл осы ескі ойыншықтар көрмесінде ұсынылатын осындай бір керемет ойыншықтар болып табылады. Енді Ләйлә ханым, осы ойыншықтар туралы айта кетсеңіз, нешінші жылғы бұл ойыншықтар бұл? Енді көрмеде әртүрлі ойыншықтар болады. Осындай матадан істелінген, былғарыдан, пластмассадан, фабрика заводтарда істелінген ойыншықтар әрине болады. Сонымен қатар ер балаларға арналған машинкалар болады. Түрлі заттар, лото, домино деген ойыншықтар болады. Ол ретро көрме деп аталады. Ретро кәдімгі бұрынғының заты деп. Енді сонымен қатар біз өзіміздің қолынан шыққан ойыншықтарды көрсете аламыз. Енді ретро ойыншықтар Совет одағы кезінде балалар қандай ойыншықтармен ойнады, үйлерінде, балабақшаларында қандай ойыншық болды. Мен ойлаймын, қаладағы тіпті балаларға да, сонымен қатар солардың ата-енелеріне де, әже аталарында қызық болады көруге сондай көрмені. Бұл көрме біреулер үшін балалық шаққа саяхат болса, енді біз секілді жастарға осындай ескі ойыншықтарды көруге мүмкіндік болып табылады. Егер дұрыс айтасың, шынымен бір көз қуантады, бұның көненің көзі шынымен әлі күнге дейін сақталған туралы. Жалпы Ләйлә ханым, білуімізше 2013 жылдан бастап осы қол өнерімен айналысады екенсіздер. Жалпы не себепті ұлттық нақыштағы кәдесыйлар? Ұлттық нақыштағы кәдесыйлар мен енді Қазақстанда сувенир болсын, кәдесыйларда болсын, шетелдіктер біздің мәдениетімізден естелік алып кетсін деп, ұлттық нақышта, ұлттық киім киген қуыршақтар болсын, біздің ұлы даланың кәдімгі фауна кәдімгі бірнеше жануарлар, қандай жануарлар бар, қызыл кітапқа енгендер жануарлар бар. Мысалы, түйе Қазақстанның өлкесінің, даласының құт берекенің символы, байлықтың символы. Әр қазақтың үйінде осындай түйенің бейнесі болу керек. Мысалы, мына түйеге мінген жігіт, ол тойға баратқан күйеу жігіт деп. Міне қараңыз,
күйеу жігіт өзі түйеге мініп, өзінің кәдімгі кәдесыйларын, шаңырағын алып келе жатыр. Қалыңдығын кәдімгі алып кетеді. Сондықтан ауылына өзінің көлігімен, өзінің шаңырағымен бәрі де бар. Ол кәдімгі осы әр үйде, әр кәдімгі үйде осындай кәдесый тұрса, меніңше ойлаймын, ол кәдімгі біздің Қазақстанның кәдесыйы деп есептелінеді. Оны басқа елдермен шатастыруға болмайды. Я немесе ұлттық киім киген қуыршақ. Мына беттеріне дейін мен өзім, балам да көмектеседі. Беттерін қыштан жасаймыз, кәдімгі глина, полимерный глина дейді. Сосын бейнелейміз. Әр қуыршақтың бет-әлпеті әр түрлі, міне көріп тұрсыз ғой. Шынымен өте әдемі. Жалпы жаңа біз бір әңгімемізде айтып қалдық, осындай жұмсақ ойыншықтардың ішінде яғни қатты заттар болмау керек, оны яғни балаға өзінің кері әсерін бермеу керек деп айтып жатырмыз. Жалпы сіздің ойыншықтар қандай шикізаттардан жасалады және де бұл шикізаттарды қазіргі таңда қай жерден алып жатсыздар? Шикізат көзі. Мысалы, мына ақбөкенді әшейін шүберектен қалай істеуге болады? Грация, өзінің қимылын көрсетуге қандай шеберлік керек. Мен енді мақтанып жатқан жоқпыз. Балам көбінесе осы заттарды істейді. Мысалы, кішкентай ғана бір түйе шүберектен осындай ақбөкенді істеуге. Ал Ерлан мырза, осындай бұйымдарды жасауда қайдан үйрендіңіз? Вообще идея пришла. Вот я решил делать казахские сувениры, потому что появился спрос в некоторых городах наших, там, в Астане или в Алмате уже давно занимаются таким делом. Я решил тоже, начать, вот, допустим, например, вот эти тумары. Я придумал, сделал вот именно таких размеров, чтобы были с узорами казахскими. Большие тумары я делаю, лошадок я делаю. Кукол, джигитов, которые едет на свадьбу, мама делает. Как идея рождается, приходит в голову какая-то мысль, и ты начинаешь думать, а что, вот как сделать, что, вот как применить. И с каждым годом, с каждым разом мы развиваем это направление, появляются какие-то новые идеи, новые, допустим, вот, к примеру, морала сделали, это и мамина идея. И получился морал, анатомически правильно, ноги все есть у него. Это узор просто как бы... Ал жалпы Ләйлә ханым, осындай ұлттық нақыштағы ойыншықтарға сұраныс қаншалықты көп? Енді мен жаңа ғана айтып кеттім, күнделікті қажеттілік емес. Нан, сүт деген күнде аламыз, ол қажет. Осындай ойыншықтарды меніңше алуға керек, балаларға да көрсету керек. Өйткені бала өседі. Өзінің кәдімгі жастық шақтан қандай естелік қалады. Мысалы, енді Қытайдың дүкеннің ойыншықтарын алсақ, ол ұстайды, лақтырып тастайды. Мына затты ойнайды, сосын қояды, өскесін айтады, осындай мейрам кезінде маған алып беріп еді, естелікке қалады. Сосын біз қалай ұлттық жандылыққа тәрбиелейміз балаларды, қалай отан сүйгіштікке тәрбиелейміз. Осы заттар арқылы. Өйткені әлемде мынандай қуыршақ жоқ. Екінші қуыршақтап осындай істеп бер деп атса да, мен тырыссам да шықпайды. Басқаша болып шығады, мысалы. Басқаша болып шығады. Өйткені қолға бояу алғанда, бет-әлпеттерін жасағанда әртүрлі болып шығады. Біреу өте байсалды, біреу кәдімгі өте қарапайым, нәзік, біреу қайсар болып шығады. Сондықтан қолөнердің айырмашылығы сонда, кәдесыйдің да айырмашылығы сонда, әр заттың өзінің тарихы бар, өзінің кәдім шыққан тегі бар. Мысалы, біздің үлкен даламыздың символы жылқы. Жылқы әр қазақтың үйінің тектілігін көрсетеді, төзімділігін көрсетеді. Жаңағын айтып кеттім, түйе ол молшылықтың, байлықтың белгісі.
Иә, егер қарап отырсам, осы бір бағанадан бері осыны ұстап отырып көрермендерге көрсеткім келіп отыр. Жалпы жақында бір кино көрдім, сол кинода айтады, жалпы жігіт пен қыз танысқанда бұрында қазақтар руын сұрасқан, яғни қай рудан боласың деп сұрасқан. Жалпы руымызды ұмытпас үшін осындай кереметтей кәдесыйлар жасалып тұрылса, бұндай кәдесыйлар сізде көп пе жалпы? Осындай ру жазылған немесе қай неден шықты деген секілді? Атауы жазылған. Қазақтың әр түпкір-түпкірінің руларын жасаймыз. Кіші жүзбен шектелмейміз. Ұлы жүзді, орта жүздің де, тіпті төре қожалар да бар біздің нелердің арасында. Менің балам байлы руынан Алаша. Сондықтан мен байлын алып келдім. Абылай әр рудың өзінің таңбалары болады, белгілері болады. Тіпті үлкен қылып істейміз руды. Мынандай қылып шекті деп, немесе төрт қара қылып жазып қоямыз. Шынымен әрбір қазақтың үйінде осындай руы жазылған кәдесыйлар ілініп тұру керек секілді меніңше. Енді айттық, осы ойыншықтар сіздердің бұйымдарыңыз алда наурыз айында өтетін арт-март жәрмеңкесінде қойылады деп. Ал осы ойыншықтарыңыз тағы басқа қандай жәрмеңкелерде қойылған? Сол туралы айта өтсеңіз. Енді тіпті есімде қазір жоқ, мен айтып тұрмын. Астана қаласына, Алматы қаласына, Қызылордаға барып келдік. Қазақстанда қандай шара өткізіледі, соған біз қатысамыз. Қолымыздан келгенше темір жармекелерге, көк жар деген жармекелерге де бізді шақырды. Сонымен қатар қаладағы облыс деңгейде өткізіліп жатқан шараларға да қатысамыз. Енді Ләйлә ханым, Ерлан мырза, таң сәріде біздің студиямызға келгендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Осындай қолөнерге деген қызығушылық біздің халықта көбейе берсін, және де осындай ойыншықтарға деген сұраныс көбейе берсін, арта берсін деген тілек білдіреміз. Шынымен әрқашанда осындай қазақтың үйінде осындай сіздердің қолдарыңыздан жасалған кәдесыйлар ілініп тұрса деген біздің тілегіміз бар. Құрметті көрермендер, тағы да айта өтейік, өнер музейінде 5-ші, 6-ші, 7-ші наурызда ескі ойыншықтар көрмесі және де арт-март жәрмеңкесі өтеді. Қапы қалмаңыздар. Ал бізде сәл ғана жарнамадан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.